Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті гүлсүйер оқырмандарым. Қолжетімді эпин. Эпинді ауырып тұрған гүлдерге 6-7 тамшысын 1 литр суға ертіп тамызамыз. Гүлдеріңізге себесіздер. Тек күн батқанда ғана қараңғы уақытта себу керек. Эпинді 2 аптада 1 рет қолдану жеткілікті. Эпин гүлдер стресс алғанда, дүкеннен жаңадан сатып алып келгенде, орнын ауыстырғанда өте пайдалы. Гүлдің өсуін реттейді, жайқалтады, стресс алуынан сақтайды. Ал сіздер эпин қолданып көрдіңіздер ме? Бүгінгі видеода азалия әйел сұлулығының белгісі. Азалия әлем халықтарының ең сүйікті бөлме гүліне айналған. Араб тілінде азалия ақылдылар гүл дегенді білдіреді. Жапондар болса оны ерекше құштарлықты оятатын гүл деп түсінеді. Шығыс халқы болса азалияны әйел сұлулығының нышаны деп бағалайды. Ал Үндістан және басқа да шығыс елдері үй ішіндегі жандалдардың болмауына қабілетті бөлме өсімдігі ретінде санайды. Азалия аршагүл тұқымдас өсімдік. Ол солтүстік жарты шардың орманды тауларында, салқын жерлерде өседі. Ботаника ғалымының мамандары азалияларды тау раушандардың бір түрі деп санайды және олар үйде де, жылыжайда да өсуге бейімделген. Табиғи жағдайда азалия өсімдігі мәңгі жасыл және жапырақты бұта немесе кішігірім тал күйінде кездеседі. Азалия гүл өсіруші мамандардың өте сүйікті бөлме өсімдігі. Оның гүлдері тек әдемілігімен ғана ерекше емес, қыс уақытында гүлдеуі де керемет. Себебі ол уақытта басқа бөлме өсімдіктері демалып гүлдемейді. Ал адам жаны қыс мезгіл болсын ашық бояулар мен қанық түстерді қалайды. Сол себепті гүл түрі азайған суық шақта азалияны мерекелік гүл шоғыр ретінде сыйға тартады. Бөлме азалиясы оның туыстасы тау раушан секілді кірпияз өсімдік. Сондықтан да азалия гүлі дүкеннен сатып алғаннан соң аз уақыт ішінде жапырағын тастап жоқ болып кетеді. Алайда азалия өзіне қолайлы жағдай жасаса, бір жылдан аса өсе береді. Азалия суықты сүйеді. Азалия гүлі үшін температура мүмкіншілігінше 18 градуста жоғары болу қажет. Ал оңтайлы температура 10-15 градус. Қыста азалия жабық жерлерде +5 градусқа дейін температурада өсіп тұра береді. Осы кездерде қазан-желтоқсан гүлдің бүршігін атып жатады. Температура түскен уақытта азалияны бөлмеге апарып, солтүстік немесе батыс бағыттағы құрғақ, ыстық орталық жылытқыш батарейкасының алдына немесе терезелерге орналастырған жөн. Бұл кездегі қажетті температура 13-16 градусты құрайды. Осындай температура гүлденуге жағдай тудырады. Егер гүлденудің бастапқы кезінде температураны кішкене төмендетсе, гүлдену уақытын созып аласыздар. Осындай жағдайда жасау үшін гүл өсіруші мамандар түрлі айлаға барады. Мысалы, гүл орналасқан құмыраның шетіне мұз қояды. Оның себебі, егер бөлме тым ыстық және құрғақ болса, азалияның гүлдену уақыты азая түседі. Тіптен қауызы да түсіп қалу мүмкін. Азалия өсімдігін суару үшін жаңбыр суы немесе тұнған су қажет. Егер ондай су болмаса, кран суын тұндырып немесе қайнатып барып суғаруға болады. Азалия гүлі қатты суды ұнатпайды. Аз-аздап бөлме азалиясын лимон қышқылының ертіндісімен суғаруға болады. 1 қасық лимон қышқылын 2 литр суға қосасыз. Бұл топырақтың қышқылдылығын сақтауға көмектеседі. Топырақты қышқылдандырудың басқа бір әдісі айына 3-4 рет әлсін күкірт қышқылымен 2% суару.
Азалияның гүл шоғын өте мықты өсіп түсіп қалмау үшін күн сәулесі тік түспейтін жерде тауып орналастыру қажет. Азалия гүлденгеннен соң да күтімді жалғастыру керек. Біріншіден, барлық гүлдеп болған гүлдерді қайшымен алып тастау қажет. Күрең тартқан жапырақтарды да алып тастаған дұрыс. Гүлденуден кейін 1 айдан соң жас өркенінде 3-4 жапырақ шыққан сәтте өркеннің жоғарғы жағын будандастырады. Мұндай процесті 3 жылда бір қайталап отырады. Соңғы рет өсімдікті қауызын салғанша шілдеде, тамыздың басында будандастырады. Будандастыру азалия үшін міндетті амал. Ол гүлденудің қарқынын күшейтеді. Егер жаңа пайда болған қауыздардың жанында жаңа өркендер пайда болып жатса, оларды да алып тастау керек. Жылуы. Қыс мезгілінде 12-15 градус төмен болу керек. Суғарылуы. Гүлдеп тұрған кезде молынан суғарады. Жаз кезінде балконға немесе аулаға шығаруға болады. Ылғалдылығы. Наурыз айынан қыркүйек айына дейін күніне 1-2 рет су шашып тұру қажет. Аурулары. Азалияның негізгі зиянкестері өсімдік биті, өрмекші және саңырауқұлақ ауруы. Олар аз суғарғаннан пайда болады. Жапырақтары жиырылып түсіп қалады. Ылғалдылық аз болса, ұзақ гүлдемейді. Көбейтілуі. Маусым-тамыз айларының аралығында қалемше арқылы көбейтеді. Қалемшелерді құм, торфа араласқан топырақтар тамырландырады. Қалемшенің бетін шынымен жауып, жүйелі түрде су бүркіп тұру керек. Ол 2 айдан соң тамырланады. Температурасы 25 градусқа дейін болуы қажет. Егер видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге келесі видеомда қызықты үй жағдайында күту туралы бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.